Шымкент қаласы жергілікті Ордабасы командасы өз алаңында Атлетико Мадрид академиясының бүгін U16 жас ойыншылары есе қайтару үшін ойнайтын болады. Әрине, бірақ сырт алаңда. Ордабасы жастары оған мүмкіндік береді ме? Міне назарларыңызда алаң иелері, яғни Ордабасы командасының 3 нөмірде Дайыр Тәкен, сол қаптал қорғаушысы 5 нөмірде Нұрасыл Сейдазым. Жартылай қорғаушылар 13 нөмірде Даниял Сағынділді, 13 нөмірде Бексұлтан Нармаханбет, 15 нөмірде Омар Бекболат. Және шабуыл шебінде 10 қапталда 7 нөмірде Саян Айшығар, және сол қапталда 9 нөмірде Жасұлан Тойлыбай, және орталық шабуылшы Рамазан Бүгін мынандай құрамда тұрған шебінде. Бүгінгі ойынның төрешілер құрамымен таныстырып өтсек, бүгінгі ойынның бас төрешісі Тараз қаласынан Қарасай Нұрбек, және оның көмекшілері Найман Диас және Абдумуминов Давлатбек. Ойнаудан міне соққы бағытталды, және Атлетико қақпашысы Латифулла Сұлтанбек алғашқы қауіпті соққыға керемет тосқауыл бола білді, және Ордабасы ойыншылары Атлетиконың қорғаныстағы қателігін тиімді пайдаланып керемет гол соғатын мүмкіндікке ие болған еді, бірақ 15 нөмірлі Омар Бекболаттың соққысын Латифулла керемет қайтара білді, және Латифулла Латифулла алғашқы минуттан бастап-ақ белсенді өнер көрсетуін емес. Талдың да керемет ойнайтын ойыншылар допқа иелік етуін жалғастыруда, және қауіпті пас бергендей көрінген еді, бірақ Атлетико қорғаушылары бұл пасты, және міне қақпашымен бірге бір шыққан сәт, бірақ Ордабасы қорғаушылары керемет қауіпті сәт жалғасуда, бірақ Атлетико ойыншысы бағыттаған сол аяқпен алыс бұрышқа бағыттаған соққысы қақпадан қисық кетті. Тағы да сол 15 нөмірлі Ордабасы ойыншысы ғана қисық кетті. Міне қорғаушы қайтарған доп дәл сол Омардың алдынан табыла кетті, және еш кідірместен соққы бағыттаған еді, бірақ бұл соққысы көріп отырғандарыңыздай қақпадан ауттан қосатын болады. Мирон мен керемет шабуылы, керемет алдап өтті, және пасты асырды, бірақ бұл пасына серпілсе соңғы соққы сол қапталмен әуелете асырылған пасқа Ордабасы ойыншысы бірінші болып жетіп керемет соққы бағыттаған еді, бірақ бұл соққысы маңдай жаға тиді. Әзірге Атлетико қақпасы жалғасуда, және Ордабасы ойыншысы не деген жанкешті ойын көрсетуде допқа. Және Ордабасы ойыншысы сол қапталмен әуелете пасты асырды, бірақ бұл пасы тағы доп Атлетико ойыншыларында қала береді. Атлетиконың әуелете асырған пасты, және бұл пас тіке қақпаға, және пасты асырды, бірақ бұл пасы дәл осы бір бейнебақылаудан қайталайықшы. Айтайықшы, керемет бір соққы бағыттады Атлетико түсінікті. Оған дәлел жақында ғана өткен әлем чемпионатында дәл осындай үзілістер болған еді. Академия дегеннен шығады, жақында ғана Ақжолтай хабар өткен маусымдағы Чемпиондар лигасының чемпионы ПСЖ командасы Астана қаласында өздерінің академия допқа талас, және Атлетико ойыншылары оң қаптала допқа иелік етуде. Жаңа ғана жоғарыда атап өткен Ислам керемет алда өтіп пас асырды, және Атлетико ойыншыларының шабуыл жалғасуда, және керемет соққы да бағытта, және бұл соққысы тосқауыл бол, және екінші тиммен шабуыл, және соққы гол соққан біз жоғарыда атап өткен 27 нөмірлі Атлетико ойыншысы Мирон Ищенко. Мирон 26 минутта ойын есебін ашты. Осылайша қонақтар есепте алға шықты. Ордабасы өз алаңында Атлетикоға 0-1 есебімен есе жіберуде. Атлетиконың оң қапталмен керемет шабуылы осылайша голға ұласты. Міне бейнебақылаудан қайталаудан көрейік. Міне қысқа ғана пас алмасулар, және соққы, және бұл жерде Ордабасы ойыншылары тосқауыл болғанымен қаңғыған доп Миронның аяғынан табыла кетті, және Мирон оң аяғымен керемет соққы бағыттады, және бұл соққысына Дінмұхаммед Серік ешқандай тосқауыл бола алмады. Міне
Қақпаның оң қаптал тұсындағы допқа талас кезінде ордабасы ойыншыларының барлығы бір жерге шоғырланып қалғанын көрдіңіздер. Және ордабасы қорғаушысы тосқауыл болған доп қаңғып барып Миронның аяғынан табылды. Және Мирон керемет жерлете соққы бағыттап нөмірлі ойыншысы Аслан Әбдуғани осылайша ойындағы алғашқы сары қағазды Әбдуғани нүктеде 13 нөмірлі Даниал Сағындылды. Және Даниалдың әуелете асырған пасы, және бұл пасы Атлетико қателіктер. Ордабасы ойыншысының керемет соққысын көрдік. Міне Атлетико ойыншысы топқа таласта жеңіске жеткенін мақтан тұтып айқай салуда. Міне жаңа ғана Ордабасы ойыншысының бұл сары қағазбен келіспей төрешімен сөз таластыруда. Міне допқа талас және сөз қосалқы құрам ойыншыларына жүгіруді. Және Атлетико сол аяғы керемет қырға бойлы Ислам қазір қандай шешім қабылдайды екен. Әуелете пас асырылды және бұл пасқа Дінмұхаммед бірінші болып жетті. Және Ордабасы ойыншысы қорғана білді. Жалғасуда топ әуеде және Саянның алдынан табыла кетті топ. Және Саян соққы бағыттайды және бұл соққысы қақпадан қисық. Саян оң қапталмен ойқастап келіп соққы бағыттаны, бірақ бұл соққысы аяғынан әуедегі топқа таласта Атлетико ойыншылары бірінші болып жетті. Және топқа талас және ойын ережесі бұзылды. Көрсетпеді, сондай-ақ сары қағаз көрсетіліпті Андосқа. Аяқтауға пәрмен берді. Командалар үзіліске аттанды.